Мәссаған, төбемнен круассан түсті ғой. Ішін ашып қарасам, ішінде кішкентай ғана круассандар бар екен. Дәмін көрсем, онша емес. Қой құрсын, өзім дәмді етіп жасайын. Табаға 1 стакан жылы сүт, жылы су, ашытқы тұз, шекер салып, араластырып 15 минутқа бетін жауып қоясыздар. 15 минуттан соң ұн салып, қамыр илейсіздер. 20-30 минутқа қамырды ашытып қоясыздар. Қамырды бөліктерге бөліп аласыздар. Менде 7 зуала шықты. Қамырларды бір келкі етіп, дөңгелетіп жайып аласыздар. Әр қайсысы қамырдың арасына майды жағып шығасыздар. Круассанның арасына қалауыңыз бойынша шоколад, сгущенка қоссаңыздар болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз.